Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Грамматикалық тақырыбымыз зат есім тудырушы жұрнақтар. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар. Сөз бөліктерін біріктіріп, жаңа сөздер жасаңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Құрылысшы, заңгер, дәрігер, есепші, аспаз деген мамандық атаулары шықты. Ал енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Әділдік, бірлестік, еңбекқор, жалқаулық, жалақы, жұмыс басты, мамандық таңдау, мақсат, дегеніне жете алады, қалауымен таңдап алады, жауапкершілік, жұмыс күні, зейнеткерлік. Берілген сөздерді міндетті түрде жаттап алуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма, жаңа сөздермен тіркесетін сөздерді тауып жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Еңбекқор адам, еңбекқор болу, еңбекқор жігіт. Лайықты маман, лайықты жалақы, лайықты жұмыс. Жұмыс күні, жұмыс уақыты, жұмыс табу. Бірлестік құру, бірлестік жұмысы, бірлестік қызметі. Әділдік таныту, әділдік көрсету, әділдікке жету. Жалақы алу, жалақы беру, жалақы жұмсау. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз зат есім тудырушы жұрнақтар. Зат есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Туынды зат есімдер жұрнақ арқылы жасалады. Мысалы, менің анам тігінші, сенің басты жауың жалқаулық. Бұл сөйлемдердегі тігінші және жалқаулық сөздері жұрнақ арқылы жасалып тұр. Есімдерден зат есім жасайтын жұрнақтарға назар аударыңыздар. Шы, мысалы балықшы. Шылық, шілік, мысалы адамгершілік. Лық-лік, дық-дік, тық-тік, мысалы адалдық. Кергер, мысалы саудагер. Кеш, стан, пас, қой, қорхана, мысалы аспаз. Үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қажетті қосымшаларды жалғап, жаңа сөздер жасаңыз.
Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Жұмысшы, зейнеткер, жалқаулық, табандылық, бастық, есепші, саудагер, заңгер, атқарушы, сатушы, биші, тәрбиеші, тігінші, үміткер, еңбекқорлық, қайраткер, жүргізуші, жастық, оқушы, дәрігер, қаржыгер, басқарушы, хатшы, әнші, құрылысшы, жазушы деген жаңа зат есімдер туыпты. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. 4-ші тапсырма: мәтінді оқып, мәтін бойынша кластер құрастырыңыз. Сұранысқа ие мамандықтар. Мамандар болжамы бойынша жақын болашақта инженер мамандарға көбірек сұраныс артады. Өйткені қазір еңбек нарығында кәсіби техникалық мамандарға, инженер технологтерге өткір тапшылық сезіледі. Екінші орында IT-технолог, бағдарламашылар, веб-дизайнерлер екен. Бүгінгі таңда кез келген мекеме мен кәсіпорынның жеке сайттары бар. Веб-дизайнерлер кәсіпорынның сайтын интернет желісі арқылы көптеген адамдардың қарауына, кәсіпорынның табысын көбейтуіне, танымал болуына жол ашады. Болашақта жоғары сұранысқа ие болатын мамандықтардың бірі нанотехнологиямен байланысты мамандықтар. Себебі нанотехнология барлық салаларды қамтиды: медицина, білім беру, тамақ өнеркәсібі, машина жасау, ғарыш технологиялары және тағы басқа. Ал аспазшы, наубайшы, тігінші, автомеханик, құрылысшы, техник, сантехник, токар, дәрігер, ұстаз және тағы басқа мамандар үнемі сұраныстағы мамандар болады. Оқылым мәтінімен таныстық. Енді мәтін мазмұны бойынша кластер құрастырыңыз. Кластер сізге мәтінді әңгімелеуге көмектесуі керек. Кластер құрастырып болған болсаңыздар, онда тексеріп, салыстырып көріңіз. Сұранысқа ие мамандықтар. Болашақта инженер мамандарға көбірек сұраныс артады. IT-технолог, бағдарламашы, веб-дизайнерлер екінші орында екен. Сонымен қатар нанотехнологиямен байланысты мамандықтарға да сұраныс артады. Сондай-ақ мәтінде үнемі сұраныстағы мамандар жайлы айтылған. Жазылым тапсырмасы: өз жұмысыңыз жайлы не жаза аласыз? Алдымен мамандығыңыз қандай? Және мамандығыңыздың жақсы жағы мен жағымсыз жағын жазыңыз. Жазылым тапсырмасын аяқтап болған болсаңыз, онда жазғаныңызды оқыңыз. Өте жақсы. Ал енді үй тапсырмасы: мамандықтың бәрі жақсы тақырыбында мәтін құрап жазыңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.